Баршаңызға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бұл видеода қалай видео доступын өзгертуге немесе жоспарлауға болады, осы тақырып бойынша пайдалы ақпараттармен, практикамен бөлісемін. Видео YouTube канал ашқысы келетін жас үлкен, кіші болсын, барлық оқырмандарға пайдасын тигізеді. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Егер сіз осы видеоны қарап отырған болсаңыз, бұл видеоның доступы ашық болғаны. Доступ дегеніміз қол жеткізу, қолжетімді деген мағынаны білдіреді. Видеоны YouTube-тың термин сөздермен түсіндіремін, өйткені сіздерге де солай шығады. Видеоны монтаждап каналға жүктегенде, немесе жүктегеннен кейінде творческая студия арқылы видеоның тақырыбын, описаниясын жазасыз. Сонымен қатар видео доступын белгілеуіңіз керек. Доступ сілтемесін бассаңыз, параметры доступа деп шығады. Бұл жерде бірнеше доступ белгілері көрсетілген. Қажеттілігіне қарай барлық доступ түрлерін қолдануға болады. Доступты басып кірген кезде осылай ограниченный доступта тұрады. Оны сіз өзгертуіңіз керек. Открытый доступ. Бұл доступта доступно всем для поиска и просмотра деп көрсетіліп тұр, яғни видеоны барлық адам көре алады. Көбінесе біз барлық көрермендерге қолжетімді болу үшін осы открытый доступты таңдаймыз. Доступ по ссылке. Бұл доступты қолданатын болсаңыз, видеоны тек сілтеме арқылы көре алады. Видео жанындағы үш нүктені бассаңыз, осындай құралдар шығады. Поделиться видео дегенді басып, WhatsApp, Instagram тағы басқа желілер арқылы видео сілтемесін жібере аласыз. Келесі ограниченный доступ. Бұл доступта видеоңызды барлық адам көре алмайды. Тек таңдалған пайдаланушыларға ғана қолжетімді болады. Видеоны бөлісе де алмайсыз. Сілтемесін жіберу үшін немесе барлық көрермендер көру үшін доступқа кіріп өзгертуіңіз керек. Өйткені видео құлыптаулы. Екінші және үшінші доступта отбасылық видеоларыңызды, арнайы курс сабақтарыңыз болса, соны тағы басқа да видеоларыңыз болса, қолдансаңыздар болады. Бұл видеоларға да монетизация қосылады. Келесі запланировать публикацию. Бұл жерде қай күні жүктейтініңізді жоспарлай аласыз. Сілтемені бассаңыздар, осындай календар шығады. Қай күні, қай айда, қандай уақытта, минутына дейін белгілеу керек. Күнді белгілегеннен кейін оқ дегенді басып, уақытын белгілейсіз. Мына сағатта 13-тен 24-ке дейінгі уақыт аралығы көрсетілген, минуттары да көрсетілген. Басқа уақытты таңдайтын болсаңыз, мына жерді басып, уақытын белгілеп, оқ дегенді бассаңыз, сол күні сол уақытта көрермендерге көрінетін болады. Екінші және үшінші доступтағы видеолар YouTube каналда видео қатарында көрінбейді. Көру үшін творческая студияға кіріп, осы жерде кімге жібересіз, кімдермен бөлісесіз, осы студия арқылы жібере аласыз. Немесе доступын өзгертетін болсаңыз, қайта өзгерте аласыздар. Соңғы бір белгі айтылмай кетіпті. Запланировать публикацию дегенде күнін, уақытын белгілегеннен кейін назначить примеру деген жерге галочка белгілесеңіз, оқырмандарыңызға жақында осы видео шығады деп көрінеді. Мысалға, кинотеатрларда жақында көрсетілетін киноның премьерасын көрермендерге қай күні, қай уақытта, қандай кино болатынын хабарлайды. Солай сіздерде видеоңыздың премьерасын жасай аласыздар. Соңғы жүктелген 4 видеоның доступ белгісін қарасаңыздар әртүрлі. Бірінші ашық доступтағы видеоны барлық YouTube қолданушылары көре алады, бөлісе алады. Поискіде осы тақырыппен іздесе шығады. Екінші,
отбасылық видеоны тек сілтеме арқылы көре алады және кез келген адам сілтемені басқа адамға жібере алады. Үшінші видеоны өзіңізден басқа адам көре алмайды. Видео құлыптаулы. Соңғы жүктелген видео белгіленген күні шығады. Видео каналға жүктелді. Енді барлық адам көре алады. Доступ параметрлері бойынша барлық ақпарат үлгі ретінде көрсетілді. Қажеттілігіне байланысты көрсетілген барлық доступ түрлерін қолдануға болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.